және де бір ұлтқа тән, бір ғұрыпқа тән киім емес. Бұл жалпы сүннет. Яғни пайғамбарымыз әртүрлі түсті сәлделер киген. Періштелердің жасыл сәлдеде болған туралы айтылады. Сәлде біздің Қазақстанда енді өздеріңіз білесіздер қатты бір тарала қойған сүннет түрі емес. Бір қазақ жігіттерінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сәлдесін мына екі жауын ортасынан түсіргені келеді. Тіпті алғашқы сәлдемді орауға бір 2-3 сағатым кетті. Оның бүкіл жеріндегі имамдар жаңағыдай жақсы пікірлерін білдіріп жатыр. Заказ бергенде де айтамын, точный размеріңізді айтыңыз, нақты размеріңізді. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Аллах тағала күндеріңізге береке берсін. Сіздермен тағы да қауышқанымызға өте қуаныштымын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Уақып корпоративті қайырымдылық қоры бірнеше бағыттар бойынша жұмыс жасайды. Соның бір бағыты әрине Уақып қоры өнім шығарады. Көптеген өнімдердің арасында өздеріңіз білетін үлкен ихсан сағаты бар. Дәл сол секілді Уақып корпоративті қайырымдылық қоры қазіргі таңда көріп тұрғандарыңыздай сәлде орап шығарады. Бүгінгі біздің ерекше тақырыбымыз, бүгінгі подкаст емес, сұхбатымыз осы сәлде тақырыбында болмақ. Сәлденің маманы, сәлде ораушы маман. Бүгін бізде қонағымыз Акбар Акимият бауырымыз. Қош келдіңіз. Қош болдық. Аллах тағала кәсібіңізге береке берсін, амандық берсін. Біздің Акбар бауырымыз осы сәлдені ораушы біздің Қазақстандағы негізгі бірден бір өте жоғарғы деңгейлі мамандардың бірі деп айтсақ болады. Себебі көріп тұрғандарыңыздай сәлделері өте сапалы деп айтсақ болады. Құрметті Акбар қажы, бүгінгі өзіміздің сұхбатымызды бастайтын болсақ, ең бірінші осы сәлде жайлы өзіңіз азды көпті ақпарат беріп өтсеңіз. Яғни бұл сәлде, шариғаттағы сәлденің үкімі қандай? Бұл сәлде сүннет пе, немесе мұбах па? Осы сәлде жайлы азды көпті біздің оқырмандарымызға ақпарат бере кетсеңіз. Бисмилlah, альхамдулиллах, ассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алейхи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Әуелі осы Уақып қорының алып жатқан бастамаларына, хайырлы істеріне Алла тағала берекетін және жеңілдігін берсін дейміз. Жалпы сәлде туралы айта кететін болсақ, біріншіден шариғаттағы сәлденің үкімі сүннетке жатады. Сүннеттің ішіндегі завайт сүннет, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның істеген және де хош көрген сүннеттерінен, яғни бір міндет емес, бірақ жақсы сүннеттерден. Бұған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бірнеше хадистері, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кіргендегі, яғни Меккені фатх еткенде ашқанда осының дулғасының оралған, сыртынан оралған қара сәлде болған туралы, және де басқа жағдайларда хутбаға шыққанда ол кісінің сәлде кигені туралы хабарлар, тіпті де пайғамбарымыздың сахабаларының ол кісілерге Алла разы болсын, бұл сүннетті тастамай бүгінгі ғалымдарға дейін кигені бұған дәлел болып есептеледі. Сүннет жалпы біздің ахлі сүннет ғұламаларының бір ауыздан шешімі сәлденің сүннет екені белгілі. Алла разы болсын, рахмет. Демек бұл сәлде шариғатымызда, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жақсы көрінілген, ұнатылған сүннет амал болып табылады. Жақсы. Енді бұл сәлдені қалай таққан дұрыс? Бұл сәлденің ақ түсі, төбесіндегі көк түсі, тақиясы, және де бұны қалай қолданғандары жайлы біздің шариғатымызда нақты деректер бар ма? Қалай қолданған дұрыс? Жалпы бұны қалай кию түсі жайлы келетін болсақ, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне ораламыз. Әсіресе Шамаил Мұхаммадия кітабы бар, өздеріңіз білесіздер. Сол жерде арнайы осы сәлде бабы, пайғамбарымыздың сәлдесі қандай болған деген туралы бап келген, бірақ қысқаша 4-5 хадис келтірген. Соның әуелгісі және айтқандай пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның Меккені фатх еткен кездегі сәлденің қара болғаны. Бірақ бұл жерде ғұламалар хадисті шарықтағанда ол кісінің сол күнге арнайы, яғни фатх ету үшін қара түс кигені айтылмаған. Яғни дулғасының түсі қара болғаны себепті сәлдесі де соған сәйкес киілген. Яғни пайғамбарымыз әртүрлі түсті сәлделер киген. Оның ішінде ақ түстері де бар. Негізгі сәлденің басқа да түстерін мына Бәдір соғысында келген, жәрдемге келген, Құранда келеді білесіздер, періштелердің жасыл сәлдеде болған туралы айтылады. Негізі сәлденің түсі әртүрлі болуға ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Бірақ неге қазіргі күнде көп ғұламалар ақ түсті бізге ұсынады? Оған да және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі дәлел. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ақ түсті киіңдер деген хадисі бар. Ол жерде тікелей сәлдені айтпаса да, жалпы сәлде бас киім, киілетін нәрселердің қатарына жатқаннан кейін ақ түсті абзалырақ көреді.
Жақсы түсінікті. Демек, сәлденің түсінде тұрған қатты бір жалпақ тілмен айтқанда проблема жоқ, бірақ асылында бізге осы насихатталған түрі сәлденің ақ түсі, иә? Жақсы. Енді тағы да бір сұрақ болып тұр. Сәлде бұл арабтың дәстүрі ме? Немесе барлық осы мұсылман қауымына ортақ міндетті киім болып санала ма? Яғни бізде кейде түсінбей жатады. Мысал үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның және сахабалардың киген сәлдесі десек, қарапайым біреу бұл тек арабтардың дәстүрлі киімі деп те ойлауы мүмкін. Осы жайында не дейсіз? Иә, жалпы көбі солай ойлайды. Бұл арабқа және де бір ұлтқа тән, бір ғұрыфқа тән киім емес. Бұл жалпы сүннет. Себебі арабтардың ғұрыфқа тән киімі болса, қазіргі күнге дейін арабтардың киюі керек еді. Яғни біздің ойлы шапандар және абай тақиямыз сияқты. Бірақ олардың қазір киіп жүрген киімдерін өздеріңіз жақсы білесіздер. Жаңағы арафатқа дейді әртүрлі. Сәлде емес. Сәлде емес. Бұл сүннет пайғамбарымыздан кейінгі сахабаларда табиғиндерді киген, тіпті біздің мазхабымыздың имамы Абу Ханифа рахимахулла бұл сәлдені киген. Кейде шәкірттеріне сәлделерің үлкен болсын деген бір хабарлар бар. Яғни сәлде бір ұлтқа немесе мемлекетке тиесілі бір ғұрф емес. Әсіресе бұл сәлдені көбірек жаңғыртқан, көбірек тірілткен біздің Орта Азия, яғни біздің ата-бабаларымыз. Орта Азияда көп келген, иә? Көп келген. Мына ортасындағы тақиясы жайлы. Жалпы тақиясына келетін болсақ, пайғамбарымыздан және бір хабар келеді. Біздің мүшриктерден айырмашылығымыз тақиямыздың сыртына ораған сәлделеріміз деген хабар. Яғни ол заманның мүшриктері де сәлде ораған, бірақ бізден бір айырмашылығы оларда тақиясыз болған. Жалаң басқа ораған деп айтсақ болады. Енді қазіргі заманға қарап отырсақ, шынымен де мысалы қазір Шиа деген бір топ бар. Олардың сәлдесін мен жалпы осы сәлде саласында жүргеннен кейін зерттедім. Олардың сәлдесінің тақиясыз екенін көрдім. Яғни төбесінен көрген бір суреттерін көрдім. Тақиясыз сәлденің өзігіне оралған. Яғни ішінде тақиясыз болу бұл сүннет. Яғни міндет деп айтсақ болады. Жақсы, демек өзіндік бір мәні бар, иә? Ішіндегі тақиясының да, сыртындағы матасының да. Жақсы, онда негізгі сұраққа орайлайық, құрметті Акбар мырза. Жалпы сәлде орау деген ой өзіңізге қайдан келді және де қайдан үйрендіңіз? Бұл жол қалай басталды? Бұл сәлде мен Түркия мемлекетінде Стамбул қаласында оқып жүргенде, ол жердегі кейбір студенттер сәлдені өзі орап білетін. Сол себепті сәлде біздің Қазақстанда енді өздеріңіз білесіздер, қатты бір тарала қойған сүннет түрі емес. Сол жерде оқып жүрген кезде ой келді, неге осыны үйреніп, ертең отанға оралған кезде осы сүннетті бір жаймасқа деген ой келді. Солайша сол жақта үйрендім, бір қазақ жігіттен үйрендім. Өзіміздің қазақ жігіті үйретті. Основасын, яғни қалай оралу керек, фундамент дейді ғой, негізі қалай болу керек, соны орады, үйретті. Тіпті алғашқы сәлдемді орауға бір 2-3 сағатым кетті. Бірақ мынадай әдемі шықпады. Қайтып тарқатып соға, яғни мәжбүр қалдым. Бірақ бір жылдай уақытым кетті. Осылай дұрыстап, әдемілеп, жаңағыдай ақшамды қылып шығаруға бір жылдай уақытым кетті. Осы бастағаныма бір жылдай болды. Яғни үйренкеннен кейін бұны таратып бастағаныма бір жай болды, ортаға шығарып. Сәлдені орап бастадым. Аллаға шүкір, қазір Қазақстанның бүкіл жеріндегі имамдар жаңағыдай жақсы пікірлерін білдіріп жатыр. Енді қазір міне уақытпен тікелей осы нәрсені жаюға ойға алып отырмыз, Аллаға шүкір. Себебі бір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен сәлдесіне сай қылып, осылай түрлі қылып орап, біздің әуелгі имамдарымыз, яғни халық кімнен үлгі алады? Алда жүрген имамдарымыздан үлгі алады. Яғни ол кісілердің рең басы бәрі ретті әдемі көру үшін осы сәлделерді бір ойға алып жасап шығардық десек болады. Енді бұлардың сапасына келетін болсақ, мысал үшін кейбір сәлделерде астында азабат болады, ұзын болады, азабатпен де сәлде кидік біріншіден. Екінші мәселе бұның оралу тәсілі. Оралу тәсілінде де бұның негізгі сапасы маңызды екен. Үшіншіден және де бұның басты қысып жатады кейде сәлделеріміз. Кейде ортасындағы тақиясы маңызды болып жатады. Кейде ортасындағы тақия қатты болып жатады. Осы мынау сәлденің сапасы жайында да айтып өтіңіз, біздің оқырмандарымыз білсін, бұл сәлделер қазір Қазақстандағы ең сапалы сәлделер екенін білсін деген ниетпен. Бір сапасында айтып өтіңіз, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Біріншіден азабат мәселесіне, яғни азабат мәселесіне келетін болсақ, бұның болуы болмауында ешқандай проблема жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сәлдесін мына екі жауының ортасына түсіргені келеді. Онымен қоса Абдуллах ибн Омар және де Салман әл-Фарси радиаллаху анху.
анхума. Солардың сәлделерін түсіргені пайғамбарымыз ұқсап. Азабат болған. Азабат болған дейді. Бірақ азабат болмаса ше, оны имам Ибн Абидин рахмеулла айтады, болуында да болмауында да проблема жоқ. Болса сүннетке сай, болмаса да, яғни рұқсат емес деген бір пікір жоқ. Яғни толықтай рұқсат киілген, кие беруге болады. Маңыздысы бұл жерде әдептің сақталуы. Не әдебі? Дәретпен және де салауатпен оралуы, және де бұның дәретханаға кірілмеуі, жалпы әдеттер. Бұның киіп дәретханаға кірілмеу, және де бас киім ретінде жалпы біз бас киімге құрмет көрсеткен. Құрмет көрсетеміз, құрмет көрсетеміз. Биік жерде тұруы, таза болуы міндетті. Түсінікті, өте керемет. Ал енді бұл сәлденің қазір мен мынау тақияның ортасын алсам, сәлде мыжылмайды ғой, Жоқ. Тақияны алсам бола ма? Болады. Алып көрсетіңіз, онда өзіңіз. Жарайды. Бұл сәлденің міне басқа жаңа сіз айта кеттіңіз, тақия қысып кетеді дедіңіз. Сіз қарап тұрсаңыз, бұл формасын сақтап тұр қазір. Бұл жерде көбісі ойлайды, мәселе тақияда деп. Мәселе тақияда дейді, тақияның ішіне пластмасса салып, әртүрлі амалдар қылады. Бірақ ол басқа бір ыңғайсыздық әкеледі. Сол себепті бұл жерде мән берілетін нәрсе сыртындағы материал. Тақияның өзі емес. Міне қарасаңыздар, мен қазір бұның тақиясын аламын. Бұл формасын сақтап қалады. Тақия жұмсақ тақия, баста ауыртпайтын, ешқандай сәлдеге арналған тақия. Ал бұл формасын сақтап тұр. Бұны аласыз да кез келген тақияны әкеп қайтадан салып қоюға болады. Яғни бұны қатырып қойғыз ба, қалай жасағыз соны? Бұның өзінің арнайы бір әдісі бар. Негізінен осыған уақыт кетті десек болады. Бізде мынау қысып кететін себебі көбіміз аламыз да біреуге оратамыз, не өзіміз ораймыз, сол беті киіп кете береміз. Мен айта кетейін, сәлде орайтын кезінде басымыздың размері 57 болатын болса, біз жаңағы 58-ші размерге сәлде оратамыз да, бірақ орағаннан кейін ол 56 болып қойып жатады. Сәлде басымызды қысып жатады. Содан кейін мынау жұма уақытында Құран оқып бастаймыз сәлдемен, сосын жарты сағат уағыз айтамыз, сосын намаздың сүннеті, азаны бар, барлығын бітеміз дегенше бір жарым сағаттай сәлдемен жүру керек болады да. Сонда басымызды өте қатты қысып кетеді. Демек, бұл жерде мынау сырты, жаңағыдай сіз тақияны алған кезде өзі қалпын сақтап тұруы, демек 59-ші размердегі тақия 59 болып қалады деген сөз. Бұл өте керемет. Бұл жаңалық маған өте қатты ұнады, сөздің шыны керек. Жалпы, қазіргі имамдарында басты мәселесі сол болған. Яғни сәлденің қысып кетуі. Маған заказ бергенде де айтамын, точный размеріңізді айтыңыз, нақты размеріңізді. Әдетте қандай тақия келесіз, соны айтыңыз. Өйткені сіз қазір үлкен размер беруіңіз мүмкін, ол сізге кең үлкен болып кетеді, ыңғайсыздық тудырады. Сол үшін қай размер келесіз, соны айтыңыз. Тура солай орап беремін, және сіздің басыңызды қысып кетпеуіне мен кепілдік беремін. Әрине солай орап береміз, Аллаға шүкір, көбі разы. Құрметті достар, көріп тұрғандарыңыздай жалпы сәлденің қысқаша сапасы жайлы сіздерге түсіндірме жұмыстарын көрсеттік. Әрине осы сәлдені құрметті біздің әріптестеріміз болсын, немесе кез келген жамағат достар, бауырларымыз осы сапасы өте жақсы сәлдені бізден тапсырыс бере аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай мына сәлдеге сіздердің көңілдеріңіз толатынына сенімдіміз. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті Акбар мырза, енді бұл сәлденің бір сопылықпен өте терең мағынасы бар ғой. Сол негізінде енді бұл тарихаттағы ерекшелігі сәлденің тарихаттағы ерекшелігі жайлы бір осы мәселеде тарихат пен сәлде сопылық жайында кейде адамдарда түсініспеушілік туындап жатады. Осы жөнінде өзіңіз не айтасыз? Жалпы дұрыс айтасыз. Тарихаттарда бұл сәлдені көбінде сол тарихатта жүрген бауырларымыз көп киеді. Әрине бұл дұрыс. Өйткені мақсат сүннетті тірілту. Егер сен бұл киген мақсатың сүннетті тірілту, тек қана сүннет деген бір ойың болса, дұрыс киіп жатсың. Жоқ, бұны мен қалай міндет ретінде, бұл маған бір міндет десеңіз, онда сіз тікелей шариғаттың кейбір нелеріне, үкімдеріне қайшы келіп тұрсыз. Өзіңізге парыз етіп алсаңыз. Парыз етіп алсаңыз болмайды. Неге? Сәлденің және баста айтқандай үкімі сүннет. Яғни бір сүннеті муаккат емес. Яғни өзіңізге принцип ретінде киіп жүрем деп кисеңіз, әрине проблема жоқ. Ешқандай мәселе жоқ. Бірақ біреуге бұйыру, сен де кию керексің, міндеттісің, мұсылман адам осылай болу керек деп жатсаңыз, бұл жерде үлкен мәселе. Яғни бұл бір білімсіздіктен ойлаймын. Енді әрине қазір бұл сәлделер тарихатта кеңіне тарады, бірақ тарихатта болу себебі оның бір міндет себебі емес, бір үрдіс. Яғни
әрбір жамағаттар, тарихаттар өзінің бір үрдістері бар. Сол үрдісті сақтау мақсатында. Енді бізге Орта Азияда жақын болған тарихат өзімізге белгілі Нақшбанди тарихаты. Имам Нақшбанди өзі жасыл сәлде киген. Және де оның жаңа шәкірттері ақ сәлде кигені туралы, бірақ ешқандай міндеттемеген. Бұның міндеті сен кию керексің деген міндет хабарлар жоқ. Әрине сен әдеби ретінде пайғамбардың сүннетін тірілтем деген бір ниетпен кисең, әрине ешқандай бір қарсылық жоқ. Және де бұны бір имамның киюі, бір ғұламаның киюі жоқ, жай жамағат кимеу керек деген бір түсінік жоқ. Бұндай түсінік ешқай жерде, ешқандай нелерде жоқ, яғни. Ондай түсінік жоқ, былайша айтқанда. Міндеттемелер жоқ, яғни. Міндеттемейді, жаңағы орысшалап айтқанда заставлять ету дейді ғой. Ешкімді заставлять етпейміз. Сүннетті тірілткісі кеп сәлдені жақсы көрген адам әрине сәлдені киеді. Бірақ та бір сәлдені ыңғайсыз көріп жатса, сәлдені кию ол адамға міндет емес. Тақия келсе де оның өзі әрине бір көркем, әдемі көрініс береді ғой. Акбар мырза, Алла разы болсын. Сәлде жайлы бізге толықтай болмаса да өте қажетті ақпараттарды бердіңіз деп ойлаймын. Енді өте маңыздысы, құрметті бауырлар, құрметті достар, құрметті біздің әріптестер және де жамағат. Осы сәлделерді Уақып корпоративті қайырымдылық қоры арқылы сіз өзіңізге сәлде аласыз және де сауапта амал жасайсыз. Акбар мырза, количество, қанша количество болса да қабылдай аламыз, әрине. Бір уақытта 10 болсын, 20 болсын, 100-ге дейін количествоны қабылдаймыз. Бізден хабарласып, Қазақстанның барлық өңірлеріне жеткізу қызметтері бар, ардақты ағайын. Және де сіздерге керекті ақпаратты, реквизитті және де номерді видеоның астына қалдыратын боламыз. Акбар мырзаның өзінің тікелей телефон номерін белгілейтін боламыз. Сол жерде WhatsApp арқылы жазып, тапсырыс берсеңіз болады, ардақты ағайын. Өзіңізге алып, үйіңізге қойып қойсаңыз, кешкісін құптан таң намазын оқитын кезде осы сәлдемен оқитын болсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір сүннетін тірілткен болады екенсіздер, ардақты ағайын. Сіздермен бірге болған мен Уақып корпоративті қайырымдылық қорының директор орынбасары Али Анарқұлұлы деп өзімді таныстырып өтейін, және де сәлдені орау маманы Акбар мырза. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатух.